Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы Меменде Малаев атындағы Тірек мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Менің зерттеген жобам полимерлердің электрөткізгіштігі. Жоба жетекшісі Рахижанова Мейрамкүл Абижановна. Жоба мақсаты полимер электроизоляторлардың электрөткізгіштігін зерттеп, оларды алу тәсілдерін қарастыра отырып, полимер материалына сіңірілетін толықтырғыштармен таныстыру. Электр полимерлер мен электрөткізгіштердің меншікті кедергісін салыстыру арқылы күнделікті өмірдегі қолданысын анықтау. Егер полимерлерді электролиз әдісі арқылы меншікті кедергісі төмен немесе жоғары электрөткізгішке айналдыратын болсақ, онда табиғи әртүрлі қымбат металдарды үнемдеп, болашақта коррозияға төзімді, беріктік шегі жоғары, өте жеңіл, заттық формасын оңай өзгертетін әрі арзан заттар дайындауға болады. Болашақта органикалық және органикалық емес, синтетикалық және табиғи заттардың негізінде қолданылудың кең спектріндегі нано мөлшерлі және нано құрылымды кешендердің кластерлерінің және композиттерінің қасиеттерінде синтездеу, зерттеу және реттеу әдістерін қалыптастыратын нано ғылымға үлесімді қосқым келеді. Вакуумда полимерлердің бетіне металл ұнтақтарын белгілі мөлшерде қысыммен сіңдіру арқылы электрөткізгіш материал алуға болады. Ғылыми техникалық прогрестің басым бағыттарына қазіргі уақытта нано-материалдар мен нано-технологиялар жатады. Әртүрлі функционалдық нано-материалдар мен нано-құрылымдарды жасау және оның қасиеттерін басқаруда әзірлеу. Қатты денелердің беттеріндегі және мөлшеріндегі нано-кластерлер мен нано-құрылымдарды синтездеудегі зерттеулер жүргізу еліміздің болашақтағы дамуына жұмыс жасайды. Нано-ғылымдар нано-технология жетістіктеріне негізделетін болады.